Екінші бөлім. Гүлзат дастархан жайып, үстел үстін жайнатып жіберді. Ал Марат болса, таң қалғаны сонша тіпті үнсіз отыра берді. Марат бұл ауылға келе жатқанда тек екі оймен ғана келе жатқан еді. Біріншісі мүгедектер арбасына таңылған, өлер күнін санап отырған әйелін көру, немесе ішкіш күтушіден әйелінің қайтқандығы туралы хабар алу болатын. Ал екі ойының орнына сұлулығы аймен тең аяғымен шауып жүрген әйелін көрді. Гүлзат, мен өте таң қалып отырмын. Мен сені бұлай көремін деп ойламаппын. Мен де бір кездері өлердей сүйген жарым мені ақша үшін осындай ауылға келіп лақтырып кетеді деп ойламаппын. Гүлзат, мен Марат, қоя қой. Бостан босқа ақталып, менің алдымда абыройыңды одан әрі түсірме. Мен бәрін жақсы білемін. Сенің осының бәрін ақша үшін жасағандарыңды да білемін. Шет елден хат келген болатын. Ол хатта менің шет елде тұратын әжемнен қалған мұра туралы жазылған екен. Әжем барлық байлығын маған жазып кетіпті. Мен сол хатты алған кезде қатты қуандым. Алдағы уақыттағы екеуміздің өмірімізді елестетіп басым бақыттан айналды. Алайда сол күні көргенім мені ойымнан айнытты. Менің қуанышымды су сепкендей басып, жоспарымды түбегейлі өзгертуге мәжбүр етті. Сен не көрдің? Менің дос қызым есіңде ма? Жанар атты. Біз бірге компанияда жұмыс жасағанбыз. Иә, есімде. Міне, сол қыз маған өмірімді түбегейлі өзгертуге кеңес берген болатын. 1,5 жыл бұрын Жанар мен Гүлзат мейрамханада отыр еді. Олар жаңа ғана келісім шартты аяқтап, нәтижесін өздерінше атап өткілері келді. Жанар Гүлзаттың ұжымдасы болатын. Ол Гүлзаттан бірнеше жасқа үлкен болатын. Есеп бөлімінің басшысы қызметін атқарды. Әрдайым іскерлік үлгіде киініп, өзінің ойын нық жеткізетін. Әсіресе ақша жағына келгенде. Жанар, мынаны қарап жіберші. Бұл не? Хат шет елден келген. Не хат бұл? Мұрағат туралы. Жанар хатты ашып толық оқып шықты. Зәуре Құдайбергенқызы деген кім? Деп сұрады Жанар. Менің әжем. Кезінде шет елге көшіп кеткен еді. Сол кісі қайтыс болып кетіпті, маған барлық байлығын қалдырыпты. Әжем бізбен көп араласпайтын. Менің әкем оның жалғыз ұлы болатын. Менің әкемнен басқа қызы да ұлы жоқ еді. Менің әкемді жеткізем деп еңбек етіп жүргенде қалай байып кеткенде байқамай қалған ғой. Содан әкем мен анам үйленгеннен шет елге көшіп кетті. Жылына 1-2 рет келіп, менімен қыдырып, ойнап маған барлық керек жарақтарымды алып беретін. Соңғы рет бірақ әкемнің садақасында көргенмін. Әкем қайтқанда келген. Әкемнің барлық садақалары біткеннен кейін ол кісі де көрінбейтін болды. Соңғы садақасына келгенде маған бірге шет елге кетуге ұсыныс тастаған еді. Сен неге бармадың? Маратты тастап па? Деп Гүлзат таңырқай сұрады. Менің анам болды қасымда. Марат бар еді. Жұмысым үйім. Сонымен қатар мен ешқашан шет елге баруды, шет елде тұруды армандамаппын. Саған таң қаламын. Бай әжеңнің қасында шалқып шет елде өмір сүрудің орнына сен Маратпен бірге болуды таңдадың ба? Деп таң қалды. Гүлзат Жанардың Маратты ұнатпайтынын жақсы білетін. Сол себепті күлді де қоя қойды. Жанар негізі бетке айтатын қасиеті бар еді. Адамның көңіліне қарамай, бетіне айтып тастап отыра беретін. Сол себептен де болу керек, Жанардың достары аз болатын. Жұмыста да онымен дос болып кететіндер аз. Сенің Маратын ақша үшін туған анасын сатып жіберуге дайын тұрған адам. Жарар, енді мұраны алу үшін шет елге барасың ба? Жоқ, осы Қазақстанда да жасай салуға болады екен. Артында нұсқаулық бар, кеше түнде асықпай барлығын қарап шыққамын. Бұл мұра туралы Маратқа әлі айтпадым. Естісе қуанатын шығар. Соны қоя қойшы. Марат туралы олай айтпашы. Жай қазір оның жолы болмай жүр. Түсіністік, шыдамдылық таныту керек болып тұр. Жанар тарқылдап күліп жіберді. Иә, оның ең бастысы анасымен жолы болмады. Сенің енең нағыз оңбаған адам ғой. Неге сендер ол кісімен бірге тұрасыңдар, мен соны түсінбеймін. Сіздердің бөлік тұратындай мүмкіндіктерің бар ғой. Гүлзат екі иығын көтеріп, білмеймін деген сөзді ишарамен көрсетті.
Ол кісіні жалғыз қалдыра алмаймыз. Ал маған ол кісінің мінезін көтеру ондай қатты қиын емес. Маратқа да бірге тұрған ұнайды, деді Гүлзат. Мына мұра туралы Маратқа да енеңе де айтпа. Сені ақша үшін олар өлтіріп қояды, немесе ыңылдап жүріп барлығын тартып алады. Гүлзаттың түрі өзгеріп, ашуланып кетті. Жанар, олай айтпа. Марат мені сүйеді. Енемде бұлай сөйлеп қалғаны болмаса, арғы жағы жақсы адам. Ондай арсыздыққа бара қоймайды. Тіпті сен айтқандай ардан безген адамдар емес. Деп Гүлзат әрең басылды. Сонымен бүгінгі әңгімеден еш қорытынды шықпады. Құрбылар үйлеріне қайтты. Үйге кіре салысымен Гүлзат Марат пен енесіне мұра туралы барлығын жайып салды. Олар қатты қуанды. Тіпті Гүлзат олардың осылай қуанғанын бірінші рет көрген болатын. Енесі шай қойып, Марат сырттан кешкі асқа тапсырыс берді. Әшейінде ақша үнемдеу қажет деп ешқашан сырттан тапсырыспен тамақ алдыртпайтын еді бұлар. Үшеуі мәз-мейрам болып кешкі асты ішті. Гүлзат өмірім енді жақсарып келе жатыр деп ойлады. Шынымен де осыдан кейін енесі Гүлзатқа тисе бермейтін болды, ал Марат болса әрдайым жұмыстан ерте қайтып, бос уақытын отбасына арнайтынды шығарды. Гүлзат өмірінің жақсарғанын түсінді. Енді әрдайым осылай болады деп ойлады. Сөйтіп бақыттан бұл жайнап Гүлзат ерлер киімін сататын дүкенге кірді. Ол жолдасына сыйлық алғысы келді. Дүкенге кіріп, аралап жүріп Маратты байқап қалды. Марат та осы дүкенде жүр екен. Ешқандай арам ойсыз, Гүлзат Маратты шақырмақшы болып еді. Бір кезде Мараттың жалғыз емес екенін байқап қалды. Қасында әдемі бір сұлу бикеш жүр. Марат ол қызды белінен құшақтап бетінен сүйіп иіскелеп қояды. Жай таныс емес екендері немесе дос емес екендері көрініп тұр. Көңілдес екені анық. Гүлзаттың көргендерінен кейін басы айналып кетті. Әрең дегенде сөрені ұстап қалды. Неге екені белгісіз Гүлзат сол сәтте шу шығармады. Үнсіз Маратқа көрінбей дүкеннен шығып кетті. Дүкеннен шығып бірден үйіне қайтты. Кешкасын тезірек ішіп алып, ұйықтап қалған адамдай жатып қалды. Келесі күні Гүлзат жұмысынан бір күн демалыс алып детектив іздеп тапты. Ұзын бойлы, арықша келген жігітті салды. Оған өзінің жолдасы Маратты аңдуын сұрады. Оның кіммен кездесіп жүргендігі туралы толық ақпарат керегін айтты. Осылайша барлық ақпарат мен бастапқы ақысын төлеп Гүлзат үйіне қайтты. Бір апта бойы Гүлзаттың бұл үйде тек құл сүлдері ғана жүрген еді. Досы Жанардың сөздерінде мән бар екенін Гүлзат енді ұққандай. Жалғыз өзі үйдің жанындағы мейрамханада кофе ішіп отырып, Гүлзат сан түрлі ойға кетті. Гүлзат Мараттың бақытты болу үшін барлығына көніп, барлығын жасағанын есіне алып күйініп кетті. Бұл жағдайын қоңырау үзіп жіберді. Қоңырау өзі жалдаған детективтен болатын. Ол кездесу сұрады. Гүлзат бірден шықты. Агентствоға барып, өзінің жалдаған адамын тауып алды. Сәлеметсіз бе? Сіздің жолыңыз болғыш екен. Біздің бағымызға орай, сіздің жолдасыңыздың көңілдесі сондай ашық жарқын қыз екен. Аузын ашса жүрегі көрінетіндей. Аңқылдап бәрін өзі бір аптада айтып берді. Құрбылары да соның айтқанын растап отыр. Сіздің жолдасыңыздың көңілдесінің аты Алма екен. 22 жасар жап-жас қыз. Биыл ғана педагогикалық университетті бітірген. Сіздің жолдасыңызбен бірнеше ай болыпты кездесіп жүргеніне. Екеуі көшеде танысыпты. Рахмет, қандай да бір дәлел бар ма? Әрине, дәлел бар. Біз дәлелсіз жұмыс жасамаймыз. Қазір мынаны қосамын. Деп бір дыбыс жазғыш құралды алып шықты. Қосып қалып еді. Мараттың даусын Гүлзат бірден таныды. Жаным, мынау саған. Мәссаған, қандай әдемі алқа. Рахмет, жаным, рахмет. Деп жас қыз қолын шапалақтады. Ертең өз бизнесімді ашқаннан соң, саған күнде сыйлық сыйлайтын боламын. Бизнес? Қашан? Сенің ақшаң жоқ еді ғой. Иә, менде жоқ. Бірақ менің әйелімде бар. Ол әжесінен мұраға ие болды. Соның ақшасына бизнес ашып алғасын екеуміз шалқып өмір сүретін боламыз. Сен әйеліңмен ажырасасың ғой, иә. Деп ерінің шошайта сөйлегені анық сезілді. Әрине, ол керек емес боп қалған күні ақ тастап кетемін деді Марат.
Маратпен көңілдесі әлі де сөйлесіп жатыр еді. Бірақ Гүлзат тыңдап отырғанмен оларды естімеді. Терең ойға шомылып кеткен Гүлзат арқасын тік ұстап, тура қарап отырып қалды. Оның ойына олардың Маратпен танысқан күндері, кездескен күндері, Мараттың ұсыныс тастаған күні қалайша қуанғаны есіне түсті. Гүлзат Мараттан 11 жасқа кіші болатын. Гүлзат университет бітіргеннен соң кездейсоқ Маратпен танысып қалған болатын. Марат оған әрдайым қамқор болып, оны саябаққа шақырып, кино мен концерттерге билет алып беретін. Әрдайым Гүлзаттың көңілін көтеріп, қолдап, қорғап жүретін. Бір күні театрға 3 билет алып, Гүлзат пен анасын таныстырған еді. Осы жылдың басында ғана анасынан айырылған Гүлзатқа болашақ енесі өте дана әйелдей болып көрінді. Гүлзат Мараттың отбасын ең үлгілі деп тапты. Оларға қызығып, сол отбасының бір мүшесі болуды армандады. Көп ұзамай Марат Гүлзатқа үйленуге ұсыныс жасады. Гүлзаттың басы бақыттан айналып, әлемдегі ең бақытты адам өзі деп ойлады. Жоспарлары мен армандары көп болатын. Бүгінгі күні сол армандар көкке ұшты. Әйеліне ешқашан дауыс көтеріп көрмеген Марат бүгінде соның ақшасына бизнес ашып, содан соң әйелін керек емес заттай лақтыруға дайын. Маратты Гүлзат жамандыққа қимады. Жанардың сөздері айдай анық келгені Гүлзатты жұбата да, қуанта да қоймады.